Сонымен Еркін Тәтішев 14 жыл бойы тергеуде болды деп айтылғанда, кешіріңіз, ол 2005-2009 жылдары менімен бірге менің басшылығыммен жұмыс істеді. Біз бірге жоба жасадық. Оны Грузия қаржыландырды. Бізге Грузия экономикасының дамуына қосқан үлесі үшін орден табыстады. Саакашвилидің бірлескен фотосуреттеріміз бар. Міне сол жігіт, мен оны тіпті оның атымен атағым да келмейді. Шында нақұрыс. Ол қаскөй. 2017 жылы Кәрім Мәсімовпен бірігіп, ұлттық қауіпсіздік комитеті маған қарсы тағы да іс қозғап, мені Франция қуып шығуға әрекеттенген. Сол үшін барын салды. Жалпы бір сөзбен айтқанда, бұл тек ұлттық қауіпсіздік комитеті агент емес, сонымен қатар Ресей Федерациясының ФСБ-ның агенті. Кәрім Мәсімов және Еркін Тәтішевтердің ойластырған ісі. Сонымен қатар Ресейде Васильев Владимир Абугалевич деген бар. Ол мемлекеттік думадағы біртұтас Ресей фракциясының басшысы. Оны көбі қазақ деп есептейді. Бір кездері бұл жас жігіттер оның қас-қабағын бақты. Олармен бірге ым-жымы бір болды. Сол кісі осы ұрылар мен өтірікшілерді қызғыштай қорыды. Ең қорқыныштысы, бұл адамдар жүйеге жұмыс істейді. Оны күшейтеді, тапсырыстарды орындайды. Өтірікші. Бұл адамдар біздің елде болып жатқан барлық қылмыстардың сыбайластары. Өйткені олар ұлттық қауіпсіздік комитетінде агенттерді де қаржыландырады.